Ассалаумағалейкум достар. Дәл осы рецепттен кейін сіз көшеден пицца жемейтін боласыз. Өте оңай рецепті, кетті қыздар. Жылы су, жылы сүт, тұз, дрожж, сары май және шекер. Енді кезекте ұнды жақсылап біртіндеп саламыз және де жұмсақ қамыр илейміз. Қамыр қолға жабысады алғашысында, сұйық майды құйып тағы да жақсылап илейміз, одан кейін қолға жабыспайтын болады. Мінекей 1 сағат көлемінде қалдырамыз. 1 сағаттан кейін бізде жақсылап үстіп көтеріледі, қолға жабыспайды бұл қамыр. 2 бөлікке бөліп 30 сантиметрде жаямыз. Жайылған қамырымызды пергамент қағазына қойып, үстіне дайын соус немесе кетчупты жағамыз. Сіздер өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Менде тек қана сыр және колбаса болды. Ал міне 8 минутқа 170 градусқа қойып, дәл осындай пицца шығарамыз.